Hei, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұрхан 08. Қайтадан Нұрхан 08 деп ауыстырдым. Өткені менің ава шапкаларым әзірге дайын болған жоқ. Мен оны әлі де істеп жатырмын. Сол үшін оған дейін Нұрхан 08 болып тұра береді. Мен содан кейін өзгертіп, әртүрлі басқа да заттарды істеу мүмкін. Амиго емес, басқа атаулар болуы мүмкін. Енді көп сөзбай, бұл басқа әңгіме. Енді бүгін біздер осы Free Fire ойында қалай комната, енді комната жоқ шығар, құртпаған шығармын. Осы міне комнатаны с картой комната можно создать комнату. Осы комнатаны қалай тез жинауға болатыны жайлы айтатын боламын. Қалай оны тез жинауға болады? Комната дегеніміз негізінде не? Комната дегеніміз гильдиядан, турнирінен гильдияның 1800 очкоға келген кезде осындай комнатаны береді. Сізге комната және де карточка сканера береді. Сосын авиапосылка 3-ін береді және де карта схронаның 3-ін береді. Осылайша сізге осы 4 затты сізге береді. Ол үшін сізде гильдия болу керек. Менде гильдия болып еді негізінде, бірақтан оны шығарып жіберген ба сондай деймін, білмеймін. Короче, осылай жаңағы мен шығарып жіберген, солай бұны қалай тез жинауды жолын айтайын. Мысалы, сіздер осы неңіздің, қалай айтсам болады, гильдияңыздың балдармен төртеу болып, отряд болып, битва отряд ойына кіресіздер. Мен жалғыз кіремін, өйткені менде комната жоқ, комнатаның балдары жоқ. Мен комнатамен запрос жасап жүрген балдарға. Осылай төртеуін кіресіздер. Біреуіңіз кірсеңіздер 6 очко береді, ал төртеуіңіз кірсеңіздер 24 очко береді. Осылайнан 1800-ді 1-2 сағатта, 1800-ді 1-2 сағатта изи жинап алуға болады. Осылай кіресіздер. И осылай кіргеннен кейін мына настрой кнопкасын басасыздар да выйти в лоббиге кіресіздер. Рангта бұны істемеңіздер. Рангта бұны көп рет істесеңіздер, 10 рет или 15 рет істесеңіздер, бұны істеу үшін бір 0-ден 1800-ге істеу үшін бір 20 или 15 рет осылай істеу керек. Солай істейсіздер. Рангта оны ешқашан қайталамаңыздар. 20-15 рет істеген кезде сіздердің аккаунттарыңызға рангтан мынандай сообщениелер келеді. Маған келген жоқ, бір рет келді, мен шығып кеткен кезімде. Келеді, АФК бірдеңе деп ағылшынша келеді. Оны сіздер рангта шығып кете берсеңіздер, сіздердің аккаунттарыңызға бан беріп тастауы мүмкін. Міне, мысалы, мынау менің бір танысым. Қазір көрсетемін. Мынау менің бір танысым, қараңыздар. Бұның аккаунты бір пропуск алынған. Міне, не деген әдемі аккаунт, 58-ші уровень изи деген аккаунт. Бұл солай шығып кете берген, және де бұл мастер болған, күшті ойнайтын болған. Наңғарсаңыздар, медаль. Осылай тез күшті ойнайтын болған. Сол үшін бұл адамның аккаунты банға лақтырып жіберген. Сіздерге көрсетейін, қазір рейтингті қараңыздар. Бұл жерде рейтинг жоқ. Всего қалай бұл? Обычный. Ранг отряд. Бұл неде түсіп қалған, өткені бұл ойнамайды қазір. Бұл аккаунты банға кетіп қалған. Бұл адамның екінші аккаунты бар. Оның өзі менікінен мықты. Қазір ол біздің гильдиямыздың лидері болған бала негізінде. Қазір көрсетем сіздерге. Мен адам толып қалыпты ішінде. Жаңағыдай банға кетіп қалады. Міне, қазіргі аккаунты да easy. Бірақ қарасаңдар, жесткіде аккаунт, осылай жеге. Сол үшін осыны істеңіздер. Видео ұзаққа созылып баратқан сияқты. Сіздермен болған мен Нұрхан 08. Амандықта жүздескенше
ата аналарыңа және отбасыңа бақыт тілеймін. Сау болыңдар.